Сәлем достар, сіздермен өнер. Мен бүгін сіздерге итальяндық 12 ас қасық пирогының жасалу жолын көрсетемін. Алдымен бізге 3 жұмыртқа қажет. Барлық құрамды 12 ас қасықтан салып шығамыз. Секерді 12 ас қасық, шанышқымен жұмыртқаны езіп, секер екеуін араластырып аламыз. Одан кейін венчикпен секер езілгенше араластырамыз. Енді осы массаның үстіне 12 ас қасық сүт құямыз. Одан кейін 12 ас қасық сұйық май құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Енді осы массаның үстіне 12 ас қасық ұн саламыз. Ұнды ситодан өткізіп алғанымыз дұрыс. Жақсылап араластырамыз. Ішінде түйіршіктер болмауы қажет. Енді 1 шай қасық разрыхитель саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып, сапамызға құюға дайындаймыз. Менде 24 дециметрлік таба. Астына пергамент қағазын төсеп, пирогты қиямыз. Қиып болдық. Енді 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Міне менің пирогым пісті. Өте дәмді, жұмсақ, тәп-тәтті болып шықты. 1 шайда желініп қалды. Жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған өнер. Менің каналымның дамуына үлесіңізді қосып лайк басыңыз.